Құрметті ұстаз, өміріңізде сабақ жоспарын жасау қиындылық тудырып жүр ма? Онда сізге мен Magic School'ды таныстырғым келеді. Magic School. Ең алдымен біз браузерімізге Magic School деп жазамыз. Бірінші сілтеме бойынша өтеміз. Және де жеке кабинетке тіркелеміз. Жеке кабинетімізге мұғалім рөлін таңдап кіргеннен кейін біздің алдымыздан дәл осындай терезе ашылады. Бұл жерден сіз көрсетесіз. Сіз оқытушысыз ба, оқушысыз ба, әлде ата-анасыз ба? Таңдап аласыз, келесіне басасыз. Келесінде сізде қай жерден екендеріңізді сұрайтын болады. Бұл жерде сіздер өз аймақтарыңызды көрсетесіздер. Келесіне басамыз. Келесі басқаннан кейін біздің қай пәннен береміз, қызығушылығымыз қандай екенін сұрайды. Мысалға, қазір біз STEM кабинетінің оқытушысы ретінде кіріп отырмыз. Біздің есіміміз және де біздің жақындарымыз, достарымыз бізді қалай атайтынын сұралады. Демек, қысқаша есімімізді жазамыз. Негізгі бет ашылғаннан кейін біз біріншіден тілін ауыстырып аламыз. Ағылшын тілі бізге сәл-пәл қиындау болған жағдайда орыс тіліне қойып аламыз. Мына бетіміз обновляться еткеннен кейін бізде барлығы орысша болады. Біз мына платформамыздан енді инструмент түрін таңдап аламыз. Мысалға, Rhino инструментін таңдайық. Ашылған тереземізде біз өзіміздің сұрағымызды енгіземіз. Мысалға, бізге STEM кабинетінің құралдары қажет. Сұрағымызды енгіздік. Байқағандарыңыздай, мына жерде бізде қандай құралдар қажет екені тізімі шығып тұр. Дәл солайынан біз өзімізге керекті оқу құралдарын және де көрнекіліктер немесе сабағымызға қатысты материалдарды шығарып ала аламыз. Келесі кезекте Magic School платформасының өзге де құралдарымен танысып өтейік. Төменірек түсетін болсақ, бізде міне арнаулы сабақ жоспары, тест, презентациялар генератор, немесе хаттарға жауап беру, және де ең қызықтысы ол YouTube бейнелері туралы сұрақтар. Демек, біз қаншама уақыттық материалдарды қысқартып, нақты мазмұнын түсініп ала аламыз. Көрсетілген платформамызда келесі кезекте мына сабақ жоспарын ашып, бірге жасап көрейік. Сабақ жоспарын басамыз, сынып деңгейін көрсетеміз, және де мына тақырыпты жазып өтеміз. Мысалға, сіздерде STEM платформасымен жұмыс жасау, STEM академиясымен танысу деген секілді тақырыптарды жазамыз. Келесі кезекте төменгі жағында нақты қай мәселеге назар аудару керектігін көрсетеміз. Және барлығын толтырып болғаннан кейін жасау батырмасын басамыз. Шығарылған ақпаратты осы батырма арқылы экспорттап аламыз да, дербес компьютерімізге жүктеп аламыз. Енді қорытындылай келе айтатын болсақ, Magic School қосымшасы арқылы біз күнделікті шаруаларымызды жеңілдетіп, жұмысымызды алға жүргізе аламыз.